Бәріне сәлем. Бүгін біз осы қазақ тіл сабағының 4-ші бөлімінің өтетін боламыз. Бұл жерде 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-ші параграфтер көрсетілетін болады. Және де бұл бөлім сүйіспеншілік пен достық туралы болады. Етістіктің түрлері, есімше, көсемше, тұйық етістіктерін өтеміз бұл бөлімде. Және де бұл 2-ші тоқсанда, 1-ші тоқсан аяқталды демде. Біздің бүгінгі тақырыбымыз 24-ші параграф. Қой сүйеді баласын қоңырым деп. Бұл жерде бізде бірінші тапсырма. Абай жолы роман эпопеясынан үзінді тыңдап оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжа деген. Бұл бізде керек емес. Екінші, бізде тыңдалым мәтіні берілген. Сіздер өздеріңіз тыңдап, сұрақтарға жауап бересіздер. Және де 3-ші тапсырма. Бұл жерде айтылды. Мәтінді рөлге бөліп оқып, комментарий жаса. Бұл бізде мәтін Қоңырқозым. Сіздер өздеріңіз оқып алыңыздар. Мен оқыдым. Уақыт кетіргенше бұны тез орындайық. Комментарийлер. Мәтіннің бас кейіпкері, мәтіндегі негізгі ой, мәтіннің стилі, жанры, тілдік ерекшеліктері. Бұл жерде мәтіннің басты кейіпкері Абай болады. Мәтіннің негізгі ойы бала мен ересектер арасындағы сүйіспеншілік, ата-ана мен туыстардың балаға деген мейірімі мен қарым-қатынасы сипатталады. Әсіресе әжесінің Қоңырқозым деп мейірленуі ерекше әсер береді. Мәтіннің стилі, жанры, тілдік ерекшеліктері. Мәтін көркем әдебиет стилінде жазылған. Диалогтар көп қолданылған. Ауызекі сөйлеу тілімен жазылған сөздер бар. Эмоция мен мейірімге толы көріністер бейнеленген. 4-ші тапсырма. Оқылым мәтіні бойынша жұбыңмен ақылдасып сұрақтарға жауап бер деген. 1-ші сұрақ. Үзінді неге Қоңырқозым деп аталған? 2-ші сұрақ. Шешелерінің әжесінің балаға деген сүйіспеншілігі қалай көрініс тапқан? 3-ші сұрақ. Тыңдалым мәтінімен салыстырып, әке мен бала, ана мен бала, әже мен немере арасындағы қарым-қатынастың айырмасын талда. 4-ші сұрақ. Телғара, жаман неме, көшелі кісі сөздеріне түсінік бер. 1-ші сұрақтың жауабы. Бұл сөз Абайға әжесі Зере айтқан мейірімге толы сөз. Қоңырқозым еркелетіп жақсы көрініп айтылған сөз. 2-ші сұрақтың жауабы. Олар Абайды құшақтап, маңдайынан иіскеп, бауырына басады. Әжесі ерекше мейіріммен қарсы алады. Бұл шынайы сүйіспеншіліктің белгісі. 3-ші сұрақтың жауабы. Әке баласына салқын суық сезіммен қарайды. Көп жақындық танытпайды. Анасы мен әжесі керісінше жылы шыраймен, махаббатпен бауырына басады. Немересіне ең үлкен сүйіспеншілікті әжесі көрсетеді. 4-ші сұрақтың жауабы. Телғара, Абайдың азан шақырып қойған шын есімі, жаман неме, еркелетіп, реніш мен мейірім аралас айтылған сөз. Көшеңкі кісі, көп үйдің бірі емес, бөлек өмір сүретін сырттағы кісі мағынасында. Бұл жерде Телғара деген Абайдың азан шақырып қойылған есімі емес, шын есімі оның Ибрахим, Абайдың. Бұл жерде оны Телғара деп те аталған. Бұл жерде қате кеткен. Телғара ол әжесінің еркелетіп айтатын сөзі. 6-ші тапсырма. Есімше тұлғалы етістіктерді тауып, мағынасы мен қызметін анықта. Үлгі көрсеткен талапты ерге нұр жауар. Етістік қызметін атқарып, шақтық мағына болжалды келер шақ береді. Жауар. Болымды келер шақ, болжалды келер шақ, нұр жауар. Бұлғар. Келер шақ болжалды елді бұлғар. Үрлеген. Өткен шақ есімше отты үрлеген. Іздеген. Өткен шақ есімше шындықты іздеген. Білген. Өткен шақ есімше білгенің 1-9. Білмеген. Өткен шақ есімше білмегенің 99. Жасаған. Өткен шақ есімше көп жасаған білмейді. Көрген. Өткен шақ есімше көпті көрген біледі. Сыңдырмас. Болымды келер шақ. Мақсатты, саңынды,
сыңдырмас, тыңдырмас, болымды келер шақ, мақсатты жағынды тыңдырмас, болар болжалды келер шақ, кісі болар баланың, болмас мақсатты келер шақ, кісі болмас баланың, бітер болжалды келер шақ, сүңгінің жарасы бітер, бітпесе шартты рай, тіл жарасы бітпесе. 7-ші, 8-ші, 9-ші тапсырмалар қалды. 7-ші тапсырма. Артық болмас білгеннің айдары бойынша қазақ халқының баланы еркелетуі басқа халықтан ерекше деген пікірге келісетін, келіспейтініңді дәлелдеп дискуссивті эссе жаз. Бұл жерде сен өз ойыңды жазасың. Мысалы, қазақ халқы балаға ерекше махаббатпен қарайды. Ол еркелету арқылы ұрпақ жалғастыру мен ұлттық дәстүрді сақтауға тырысады. Басқа халықтармен салыстырғанда қазақ баланың көңіл күйі мен сезіміне көп мән береді. Сондықтан бұл пікірге келісемін, келіспеймін деп өздеріңіз таңдап жазасыздар. 8-ші тапсырма. Айналайын сөзінің шығу тарихын зертте. Айналайын сөзі қазақ тіліндегі сүйіспеншілік пен жылы сезімді білдіретін сөз. Айналайын деп айтылып, айналайын айналасында жүретін, қоршап жүретін деген мағына. Бұл сөз баланы немесе жақын адамды еркелетіп айтуға қолданылады. 9-ші тапсырма. Төрт түліктің баласын сүюі туралы өлеңді тауып жаттап ал. Мысалы, Қорқыт ата туралы немесе қазақтың төрт түлік малына арналған өлеңдерден іздеуге болады. Сен кітаптан немесе интернеттен өлең тауып жаттап аласың. Осымен бітті. Сау болыңыздар.